Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мынау менің кішігірім айтқа деген жайған дастарханым. Бірақ бірінші күні, екінші, үшінші күндерде ешкім кірген жоқ. Әдетте үлкен кісілер бірінші айттап шығатын, шай ішіп, әңгіме айтып, солай кіріп шығатын. Бірақ бұл жолы ешкім кірген жоқ. Тек қана бір-екі көрші апалар ғана кірді, болды. Екінші күні, әсіресе бірінші күні алаңдап, қайта-қайта ит үрсе болды. Шайымды жаңада ысытып, қызартып, несін шығарып қойып, дайындап қойып, солай алаңдап отырдым. Ешкім келмейінен кейін, екінші күні жаймен осылай огородқа шығып, огород тазалай бастадық. Тазалағанда да күйеуім деген жаңа сыпырып, үйіп қойған мусорларды күндіз мен осылай жаңа өртеп, не болмаса өртеп болған жаңа мусорларды тазалап, қалақпен, сыпырғышпен осылай тазалап алдым. Сіздер жақта қалай? Үлкен кісілер айттап шықты ма? Бірақ көп жерде биыл ешкім айттаған жоқ деп жатыр. Тиктокта, ватсапта бір видеолар жүр. Нұрлан имам жаңа ораза айтта бір күн ғана айтуға болады деп айтқан екен. Ойлап қоям, соны естіп алған бекен деп қоям. Сол үшін ешкімге кірмей айттамадым екен деп қоям. Сонымен деген ұлымыз екеуміз огородқа шығып кеттік. Осылай бір-бірімізге жағаласып, біраз кішкене огород тазалап алдық. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.